Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымда бөдененің және жұмыртқасының пайдасы жайлы айтатын боламыз. Қосымша ақпарат ретінде бұл шығарылымға түскен бөдене жайлы ақпарат бере кетемін. Жапон халқының қартаймай жас көрініп ұзақ өмір сүруінің сыры осы бөдене жұмыртқасында екен. Күніне әрбір жапон баласы 2 дана бөдене жұмыртқасын жейді екен. Сонымен қатар жарты әлемді жаулаған Шыңғыс ханның сүйікті асы болған деседі. Құрметті көрермендер, арнамызда 96% адам тіркелмей көреді екен. Осы айдың соңына дейін 1000 тіркелушіге жеткізіп, қазақ тілі пайдаларынан қолдайық. Бөдененің еті де жұмыртқасы да 1000 түрлі ауруға ем. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді, әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасының құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп. Бөдене еті жүрек, асқазан, бауыр, өкпе, бүйрек ауруларын емдеуде қолданылады. Созылмалы ауруларды емдейді, тонусты жақсартады, сүйектерді нығайтады. Бөдене етінде дененің денсаулығын сақтау және қалпына келтіру үшін маңызды микроэлементтер мен дәрумендер көп. Бөдене етінің 100 граммында белок 39,2 грамм, майлар 33,3 грамм, көмірсулар 0,14 грамм, су 11,7 грамм және 242 калориядан тұрады. Сол себепті тойымды табиғи өнім болып саналады. Бөдене еті диетикалық мәзірдің барлық түрлерінде жиі қолданылады. Бай қоректік және дәрумендер мен минералдардың құрамының арқасында бөдене етінің көптеген пайдалы қасиеттері бар. Ол ағзаны маңызды амин қышқылдары мен май қышқылдарымен қамтамасыз етеді. Қандағы оның концентрациясын төмендететін қанықпаған май қышқылдарының көп мөлшеріне байланысты қан тамырларының қабырғаларының холестерин шөгінділерінен тазартады. Жүрек жұмысын жақсартады. Қан қысымы төмендетуге көмектеседі. Қан тамырларын серпімдетеді. Полиқанықпаған май қышқылдары есебінен ұзаққа созылған аурулардан кейін таптырмайтын жалпы күшейтуге әсерге ие. Иммунитетті жақсартады. Қандағы эритроциттердің санын және қандағы гемоглобин концентрациясын арттырады. Бауыр қызметін жақсартады. Ол оңай қорытылады. Сондықтан ас қорыту органдарының кернеуін тудырмайды. Салмақты қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Көру қабілетін жақсартады. Буындар мен бүйректерде несеп қышқыл тұздарының тұндырылуын болдырмайды. Ми қан айналымын қалыпқа келтіреді және ми қызметін ынталандырады. Метаболизмді жақсартады. Сүйектер мен тістерді нығайтуға көмектеседі. Балаларда рахиттің және ересектерде остеопороздың остеомалияның алдын алады. Қандағы глюкоза деңгейін қалыпқа келтіреді. Зақымдалған тіндердің қалпына келуіне ықпал етеді. Ерлердің күшін арттырады. Ісікке қарсы әсері бар. Дәрігерлер бөдене етін жоғары бағалайды және оны әртүрлі аурулар мен патологияларда қолдануды ұсынады. Жүрек тамыр жүйесі, аритмия, жүректің ишемиялық аурулары, атеросклероз, артериялық гипертония, микроантипатиялар, ас қорыту жүйесінің органдары, гастрит, асқазан жарасы, колит, бауыр мен ұйқы безінің патологиялары, тыныс алу жүйесі, бронхит, фарингит, пневмония, бронх демікпесі, метаболиялық бұзылулар, қант диабеті, подагра, қалқанша безінің патологиясы, шаршау, анемия, гиповитаминоз, минералды тапшылық, ерлердің жыныстық әлсіздігі, стресс, жүйке кернеуі, ауыр аурулардан кейін, операциядан кейінгі кезде рахит пен остеопороздың алдын алу және емдеу үшін қолданылады. Бөдене жұмыртқасының көптеген қасиеттері бар. Ең маңыздыларының кейбірі көру мен зат алмасуды жақсарту, қан қысымын төмендету, ағзаны тазарту және тағы басқалары. Бөдене жұмыртқасына асқазан ішек жолдарының созылмалы ауруларын, аллергияны, диетаны қажет ететін басқа да ауруларды емдеуге қолдануға болатын диеталық өнім болып саналады. Жеуге болатын бөліктің пайдалы қасиеттерінің бәрі түсінікті. Дегенмен көпшілікті бөдене жұмыртқасының қабығы пайдалы ма және оның адам ағзасына қаншалықты пайдасы бар деген сұрақ қызықтырады. Осы сұраққа жауап беріп көрсек, бөдене жұмыртқасының қабығы. Бұл өнімнің ең негізгі пайдалы қасиеті денені кальциймен қанықтыруы. Ол өте оңай істенеді. Қабығы бар бөдене жұмыртқасының адам денсаулығына әсері туралы зерттеулер жүргізген ғалымдардың айтуынша, бұл өнім кальций тапшылығы бар адамдарға тағайындалған ең жақсы фармакологиялық препараттардан әлдеқайда тиімді. Кальций сүйек тіндерінің құрылымының негізі болып табылатын зат, ал олардың қалыпты күйі адамның қалыпты өмір сүруінің негізі болып табылады. Магниймен әрекеттесу отырып, қан тамырлары мен бұлшықеттерінің тонусын қалыпқа келтіреді. Өз кезегінде магний жасушалардың регенерациясын ықпал етеді. Сонымен қатар дене үшін маңызды қышқылдардың сіңіруге көмектеседі. Сонымен қатар бөдене жұмыртқасының қабығын пайдалану, ал артық хлорды кетіру, майлар мен көмірсулардың алмасуы, бос радикалдардың жойылуы, қысыл қан жасушаларының пайда болуы сияқты процестерге оң әсер етеді.
бұл өнім қалыпты эндокриндік жүйені сақтауға мүмкіндік береді. Темір, марганец және мыс бірге жүйке импульстерін өткізуге, қан тамырларын нығайтуға және олар арқылы өтетін оттегіні тасымалдауға көмектеседі. Бөдене жұмыртқасының қабығын пайдалану шеміршек, жүйке, ас қорыту және иммундық жүйелердің күйіне пайдалы әсер етеді. Бұл өнім мидың күйзелісімен денеге көмектесе алады. Мұндай қабықты диетаға қосу арқылы сіз тырнақ, шаш және тістермен проблемаларды ұмыта аласыз. Қосымша қандағы холестериннің жоғарылауынан зардап шегетін адамдар үшін де үлкен рөл атқара алады. Өйткені ол осы заттың деңгейін реттей алады. Амин қышқылдарының ағзаның жасушаларын қолдайды, қартаю процесін баяулатады. Сонымен қатар бөдене жұмыртқасының қабығы бала көтергісі келетін әйелдер мен ер адамдар үшін маңызды. Өйткені ол ұрпақты болу жүйесін сау сақтауға көмектеседі. Зиянды тұстары: мұндай қабықшалардың қалыпты мөлшерде тұтынатын сау адамдарға жүргізілген зерттеулерге теріс әсерлер тіркелмеген. Дегенмен бөдене жұмыртқасының қабығы кальцийдің көп мөлшерін қамтитын өнім екенін есте ұстаған жөн. Егер сіз оны бақыланбайтын мөлшерде қолдансаңыз, және дене жасушаларының сусыздануын және бүйректе тастар пайда болуына әкелуі мүмкін. Бөдене еті бұзылған жағдайда ғана зиян келтіруі мүмкін. Немесе құс өсіруде әртүрлі гормондар, бөдененің тез өсуі үшін қауіпті қоспалар қолданылса, құс өсіп келе жатқанда бұл жағымсыз қоспалар етте жиналып тұтынушыларды улап жағымсыз әсерлерді тудыруы мүмкін. Жеке төзушілік болған жағдайда да бас тартқаныңыз жөн. Бұл видеоға түскен бөденеге 33 күн болған. 1-2 аптадан соң бұл бөдене балапандары жұмыртқа бере бастайды. Негізінен бөдене 40 күннен соң жұмыртқа тұруға қабілетті және 20 сағатта бір жұмыртқа туады. Бұл процесс 9 айға созылады. Содан соң жұмыртқа беруін біржолата тоқтатады. Құрметті көрермендер, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер қолдаған сайын қазақ тілді қоғам дамиды. Қазақ тілді қоғамда пайдалы ақпараттарды бірге дамытайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.